Сәлем достар, мен балапандарымның подписчиктары, Ақтөте каналының көрермендері. Біздің каналымыз балаларға арналған канал болғандықтан, бүгін сіздерге балаларға қатысты пайдалы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Ол қандай ақпарат десеңіздер, ол балаларда кездесетін, үлкендерде де кездеседі, бірақ балаларда көп кездесетін саржара жайында айтқым келіп отыр. Бізде жалпы саржара қалай пайда болды? Бізге дәрігер қандай назначение берді, және де біз қалай кетіріп жатырмыз, сол жайында болады бүгінгі влогымыз. Егер де біздің видеомыз ұнаса, бізге лайк басып видеоға, подписаться етіп, осы саржараны кетірген болсаңыздар, қалай кетірдіңіздер, сол жайында комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Басқа да аналар біліп жүру үшін, және де осы видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Енді саржара бізде қалай пайда болды десеңіздер, бірінші мен аяғын суға түсіретін кезінде үстінде бір сүйелдер қаптап кеткен сияқты болды да, сосын мен үстінің бәрін сүйел басып кетіпті ғой, енді қалай кетіремін деп ойладым. Сөйтіп арада бір-екі күн өтті дағыным, құлағымның арқа жағынан байқап қалдым, что-то суланып бір жара пайда болғанында. Сосын алдын садикте шулап кеткен, осы саржара шығып жатыр, бірдеме деп ол кезде бізге шықпаған. Бірден ойыма саржара емес па деген ой келіп дағыным, интернетті ашып қарай бастадым белгілерін. Сөйтсем осындай көпіршік түрінде сүйел сияқты пайда болады, кейін жарылып, беті суланып, көбейіп, солай үлкен жараға айналып кетеді екен да. Және де өте жұқпалы. Егер де осындай саржараның белгісін байқап қалған болсаңыздар, балаларыңызды суға түсірмеуге мейлінше тырысыңыздар, себебі су арқылы ұша береді екен. Соны естіп алдым да, мен де мүлде суға түсірген жоқпын. Сосын бетінде көп шығып кетеді солай деген. Және де жеке гигиенасын сақтау керек, обязательно. Жеке гигиенасы, сүлгісі бөлек, киімдерін күнде жуып, таза киім кигізіп отыру деген сияқты да. Ал дәрігердің назначениесіне келетін болсақ, дәрігер бізге дәрілер ішетін, сосын свеча және де мазьдар жазып берді. Біз оларды пайдаландық бір апта бойы, бірақ өкінішке орай бізде ешқандай нәтиже болмады. Көбейіп бара жатыр, любой адамды ойландырады ғой, кез келген адамды. Әсіресе баласында осындай жара болып жатқан нәтижесін интернетті ақтарып қарай бастадым, және де интернеттен бір келіншектің осы тридокс мазын пайдаланып, сонан кете бастағандығы туралы ақпарат алдым. Сөйтіп аптекаға барып, осы мынадай түрі тридокс мазын алдым. Жаға бастадым, және де жаққан кезде ескеретін нәрсе, мынадай ватный палочкаларды пайдаланасыздар. Бір жараға жаққаннан кейін, оны уже келесі жараның үстіне пайдалануға болмайды. Жұғады, немесе сол жараны одан әрмен үлкейтіп жібереді. Сол үшін де мына өзі кішкентай 15 грамм маз, әр жерде ценалар әртүрлі, 3000 теңгеден жоғары тұрады. Аты тридокс деп аталады. Күнделікті осыны жағып жүрміз таңертең. Және де кешке мен осы маздың ұнаған себебі азанда беркеш даяла камқан көрсетші, біз таңертең және кешке жағамыз. Мені кешке жағып жаттық, азанда қарағанымда уже осыдай жақсы нәтиже бере бастады. Мұнаның барлығы беті деген суланып тұрған, мынадай. Қазір қарасаңыздар, беті жайменде бана грибовый кете бастаған, мына жерлері уже даже кәдімгідей кете бастаған. Сол үшін де нәтижесі ұнады, және қазір тоқтатпай жағып жатырмын. Емін іздеп, шырылдап жүрген мамашаларға да көмегіміз тиіп қалар деген ойда түсіріп салып отырмын. Бүгінгі влогымыз, видеомыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.